Қайырлы күн, құрметті көрермендер, эфирде Асыл мұра бағдарламасы. Бағдарламаның аты айтып тұрғандай, біздің көнекөз қарияларымыз ертеден ежелден келе жатқан бабаларымыздың сара жолын көрсетіп, бүгінгі ұрпаққа насихаттап келе жатқан, ел арасында әулие атанған, абыз атанған және берген баталардың бәрі қабыл болған біздің студиямызда аттан Қазақстан бейбіт қозғалысының төрағасы қажы, біздің қажы ағамыз Амантай қажы Асылбек отыр. Қош келдіңіз, Амантай қажы. Мінекей сіздің бүткіл халық жақсы біледі, әсіресе мынау көз көрмейтін мүгедектер қоғамында сізді жедел жәрдем деп атап кеткен. Өйткені жыл көлемінде үздіксіз күні түні қандай да бір жағдай болмасын, қуанышты жағдай болсын, қандай кейде уайым қайғы адамның басына іс түседі, ауырады, немесе жаназа болады, сол кездерде ол кісілердің қаржаты жетпей жатады. Қолма-қол бұл кісі жедел жәрдем ретінде соларға көмектесіп келе жатқан Қазақстанда өте сирек кездесетін. Тіпті бүгін бұл кісідей адам жоқ десек болады. Әр күн сайын қайырымдылық жасайтын Амантай қажы. Енді бүгінгі біздің Асыл мұра бағдарламасы тікелей эфирде. Алғашқы сөз кезегі өзіңізде, әдеттегідей бабалар жолымен өзіңіздің батаңыздан бастаңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қайырымды, ерекше мейірбанды Алланың атымен, бүкіл әлемді жаратқан Алланың атымен бастаймын. О қазағым, елім, жерім, Қазақстаным, дін исламдағы мұсылмандарым, бүкіл қазақстандықтар, православный, христиандар, жерлестеріміз қазақша айтқанда. Мына үлкен бір қуаныш болып тұр бүгін. Қазақ халқына, Қазақстан мемлекетіне, отанымызға үлкен табыс. Жаңа телеарна ашылып, Асыл мұра айналайын. Бағдарлама жастар телеарнасы. Өте жақсы айттың. Бұл Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлының қолдауымен ол тікелей эфирде айтты. 2 телеканал ашамыз мемлекет тілінде, қазақ тілінде. Ал енді мына жұлдыз, мына үлкен баға беріп отырсың, енді сен оны дәлелің көп, зағиптар туралы жаңа дүниеде ту көтергенімізді. Бұл менің міндетім, Алланың да парызым. 10 рет Мекке Мәдинада аруақтарға ас беріп, 1000 адам сауапқа барып, оның алдында дүниенің ядролық апатына, Семей полигоны жабуға аттан Қазақстан үлкен үлес қосып. Ал енді одан сайын айта берсек, ертең міне Семей Невада қозғалысымыздың Олжас ағамыз, дүниенің ғұламасы, Сүлейменов ағамыздың бастауымен мына дүниеде ядролық апатқа қарсы шығып, бейбіт туын көтеріп, Қазақстан туын көтеріп, имандылық мемлекет құрамдап, Алланың бұйрығымен, Алланың қолдауымен айттық қой, Меккеде 10 рет аруақтарға ас беріп, Құран оқып, Асыл мұра, міне қабыл болсын, міне зағиптарға да сол айналайын. Семей полигонның зағиптарына полигон жабылған екен, 33 жылдай болыпты, қамқоршы болып жүрген. Мен бұған ешқандай мақтанайын, тасиын, маған бір орден берсін, әйтпесе атақ берсін деп жүрмін. Мен сауап үшін, ел, отан үшін, ана тіл үшін ынтымағымыз зор болып, Қазақстан, қазақи иманды мемлекет болу үшін бейбіт туын көтеріп айналайын. Міне өзіңе қандай қиын болды айналайын. Соның өзі міне қандай бізге жөнестер көп көмектесті кездесіп. Міне Светлана Ивановна Татенко айналайын. Былтыр 80-ге толды, құтты болсын. Оның күйеуі Владимир Пантелеевич айналайын. Тоқпаров міне қайсып кетті айналайын, иманды болғын. Басқа ақпараттар Серік Абашақ міне Қазақстанның айналайын. Жалпы міне еліміз, Құдайға шүкір, қандай қиындық болса да Қазақстан дүние ту көтерген, бейбіт ту көтерген, бүкіл әлем сыйлап отыр. Оның ішінде бірінші біздің шыққан президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы аман болсын. Қазіргі міне бұны айтпасақ болмайды. Қасым-Жомарт Тоқаевқа арнайы рахмет айтқым келіп тұр. Қазақы ұйымнан, халықтардың атынан, жаңағы мұсылмандардың атынан, қажылардың атынан, Семей полигон жапқан батырлардың атынан, біздің Семей Невада қозғалыстың Олжас ағамыздың үлкен досы, екеуі сондай ғұлама адамдар. Құтты болсын, Қасеке, міне қандай сөздер айтып отырсыз. Міне әкімдер, кабинеттер шығыңдар, халықпен бірге жұмыс істеңдер. Біз қазақи халық ұйым, ортада неправительство организация, бейбіт туын көтерген. Бәрі таққа, атаққа тырысады.
өкіметке болуға. Сізде енді қарап тұрсақ, былайша айтсақ, көлік те жоқ, темір көлік жоқ. Сіз өмірі жаяу жүресіз. Не себепті? Жаяу жүргенде мен үлкен қуат аламын. Мен күніге бұл мерді бақтар 10-15 күнді жаяу жүремін. Машинаға мінсем, мына автобусқа мініп жүремін. Мына газ деген жаман қойған. Халықтар, мені халықтар көшеде қарсы алғанда, Құдай сақтасын, көз тимесін, мен бір мақтанып, реклама. Мына автобустан атан Қазақстан Қажамандайға Астана троллейбустан, трамвайдан бұрын болған. Мына қарапайым жолда тоқтатып, қажеке, сіздің осы телевизорын 5-6 жыл болды көрсетпей қойды. Қашан шығасыз? Мен айналайын, маза коррупцияға күресем деп, мен ұрандап, менің дауысымнан, таяғымнан, талпағымнан адал, таза, ел үшін, ұта үшін күресімен шошынатын болу керек. Енді қараңыз, сізді көпшілік көрермен сағынып қалды. Мінекей бүгінгі күні сіз қайтадан эфирге шықтыңыз. Енді болашақта сіздің әрбір қозғалыстарыңыз, әрбір жаңалықтарыңыз, халық арасында ел бірлігін сақтауға жасап жатқан жұмыстарыңызды, ұлттық салт дәстүр, әдет ғұрыпты, имандылықты қазақи өзіміздің ата бабалар жолымен көрсетіп жатқан әрбір шараларыңызды көрсетеміз деген ниеттеміз. Өйткені біздің қазаққа сіз сияқты көреген, керемет көпті көрген және сіз сонау Орынборда, Мәскеуден, Ленинградта білім алған адамсыз ғой. Ал сонымен қатар мынау қазақи дәстүрді қоса ұстап, имандылықты қоса ұстап келе жатырсыз. Сонау Меккеде жүргенде білесіз бе, анау қонақ үйде сіз келіп, өзіңізден өзіңіз әнұран, ол кезде болмаған, Қазақстан әнұран. Сіз менің Қазақстанымды айта бастадыңыз. Сол кезде бүткіл қажылар орнынан тұрып, сіздің артыңыздан ілесіп кетті. Бір айдан кейін Қазақстанға келдік. Сол ән менің Қазақстаным, біздің Қазақстанның әнұранына айналды. Мінекей сіздің бір ғана үлесіңіз жай қарапайым халық арасында. Сондықтан әрдайым сіз ойлағаным, сіз неге жаяу жүреді десе, сіз қара халықпен, қарапайым халықпен жүргіңіз келеді екен. Ой, айналайын. Үлкен рахмет. Мен менің Қазақстаным айтқанда, оның үлкен тарихысы бар. Бірінші аттан халқын біліңдер. Оны тағы айтамыз ғой. Мен желтоқсаннан бала шағаммен 3 күн, 3 түн менің Қазақстан өлеңді айтып басқарған азаматтардың бірі. Қазір оны бүгін қазақ халқы да біледі, бірақ мен бірінші рет айтып отырмын. Менің тапсырмамды ақындар орындап оқып берді Москвада. Олар жотық қатыспаған. Оны марқұм иманды болғым Заманбек Нұрқаділов өкітіп жазды. 91 жылы 10 желтоқсанда алаңда бірінші президентіміз енді егеменді елді жарлады ғой. Сонда мен арқам қосылып осы халқыман микрофон тартып алып, енді тартып алып жоқ, алып, менің елім, менің жерім, өлім болып, егілімін, жырым болып, төгілімін елім, туған жерім, менің Қазақстаным. Нұрсұлтан ағамыз Әбішұлы қасында тұр, Нұреке, қосылыңыз деді, ол прямо жүріп жатыр. Қосылам Амантай бауырым деп, о да қосылды. Бүгін Алла соны айтты. Мен оны аянмен айтып жүрмін. Алла тағала маған сондай бұйырады. Амантай қажы қандай атақты болсады мұны. Қайырды мейірбанды айналайын істердім. Дүниеде ту көтерсе, тек Алланың арқасында. Алласыз Амантай қажы нөл деге болады. Алласыз пенде жарамас дейді ғой. Оны кейін тағы да біздің Асыл Мұра Қадыр, бұл ата бабалардың мақсаты, арманы, ұраны, егеменді ел қандай 3 ғасыр елге қалыппыз ғой. Мына мені орыстарға елдік деп айтамаймын, шовинистік саясатымен біз тілімізден айырылып қалып, дінімізден айырылып қалып, мемлекетіміз бұрын болғаны айырылып қалып, міне Семейде қанша 500 атом бомба сынаған. Абай елі, Мұхтар Абайдың елі. Бұл үлкен апат болды. Соны Алла тағаланың қолдауымен 3 генералды қол қойдырып, бүкіл 100 күн Қазақстан бейбіт жүріп жасап, Олжас ағамыздың ұранымен үлкен мәселе Олжас ағамыздың дүниенің ғұламасы. Жақында ол кісіге жаңа Алматы қаланың құрметті азаматын беріпті ғой, құтты болсын. Бақытжан Сағынтаевқа рахмет айналайын. Бұны 30-40 жыл бұрын беретін. Өте жақсы. Енді ел арасында ерте кезде әулие бабалар туралы шежірелер немесе аңыздар айтып жатады. Сізді де көбі аңыз қылып жүреді, бір топ көгершіндер таңертең сіздің терезеңіздің алдына келеді дей ме, сол жағын айтып берсеңіз. Ол айналайын, мен ана себептерім бар бұны неде. Міне бұны бисмиллахи рахмани рахим.
бұл телевизордан көрсетті біраз. Бұның өзі целый тарихы бар. Енді бұны енді артынан арнайы көрсетесіз. 3-4 жыл болды. Менің даусыма рахмет мен айналайын. 3-4 жыл болды мен bunu айтпай жүрмін. Бірақ ана органдардың адамыма түсіріп бірінші этажда тұрамын ғой мына. 48-49 жыл тұрамын. Мен өмір мақтанамын айналайын. Жаңа полигон зағыптарына мен есеге тағын жоқ тұр. Қолына келгеннің бәрін беріп рахмет. Сол даусыма құстар ұшып келеді. Даусыма озы ұшып келеді, жүз құс ұшып келеді. Одан кейін менің артымда қала білет 40 ит. Ой, қазір оларды қырып жіберді. Ол 4 жылдың телевизор көрсетіп, иттер жүреді. Олар акасы берген мен даусыма. Мен ойлап менің үйіме ғана ұшып келеді. Мен ана кішкентай бидай беремін ағалап қой. Астанада былтыр барып, есіл жағасы тұрмын. Ана құстар ұшып жатыр екен. Аллаху акбар, ей Астана жасасын, атан Қазақстан деген бір 40 көгершіндер келіп, прямо менің скакиге отырғаны. Оны өсерде үлкен бір не бар, журналист бар. Маскаев деген Константин. Новое поколение жазды. Құстар ұшып келіп, сөйтіп олар даусыма ұшып келеді. Сол даусыма мұны рахмет Меккенің басшылары, мұсылман басшылары. 93 жыл бұрын бұның даусында шайтанда да күш бар. Енді айтамыз әңгіме көп, сол дауысына ұшып келеді. Бұл да бір таңғажайып тылсым. Аллаңызға. Ол негізі көз тимесін, пайғамбарлар да қасиет болған. Енді Меккеде мен сізге өзім куә болдым, анау Мина тауында шатырда жатқан кезде. Сіз таң атқанша жаңағы ұрандап тұрдыңыз ғой. Сол кезде бүткіл жаңағы Қазақстаннан барған қажылар барлығы шығып, Амантай қажы жүр ғой деп. Ал арабтар болса, басқа ұлттардың бәрі сіздің жаныңызға біреу келіп тұрып, жаңағы айқайлап сізге бірге ұрандағанда біз сондай риза болдық сізге. Көз тимесін айналайын, бұны көп айтып жібердің бе? Мен ішімнен қозғалып, көзіме жас алай деп тұрмын. Көз тимесін. Бұл туралы енді біздің мына Қазақстан телевидениеге өзің көрсеттің. Бұл Аль-Жазира деген дүние жүзінің 4 миллиард көрермендері бар екен. Оны бүкіл Европаға, Америкаға көрсеткен. Сонда олар Арабат тауында өзі білесің мені айқайлап ту көтеріп тұрғанды олар титрға жіберген. Біз ана Қазақстан туын Францияда, Германияда, Италияда, Америкада, Азияда көтеріп. Соның олжас ағамызға 2000 жыл барғанда ана анамыз Фатима Насыржан қызы қайтыс болды ғой, соның 40-ын Парижде мені үлкен бір сарайда өткіздік, ас бердік. Ана бауырларым Францияда қазақтар келді. Сонда менің мұсылмандары, Париждің мұсылмандары көшеде, ресторанда маған сәлем беріп басшысы. Енді оны олжас ағамыз газетке жазды. Біз бұны білеміз. Бұл Қазақстанның сұлтаны аттан Амантай қажы деп Аль-Жазира көрсетілген. Қандай керемет. Да, бұны айналайын халқы білу үшін. Бірақ көз тимесін. Тасу, сасу, бөсу, бір жаман ой, жаман пікір, әжілі жамандыққа Алла сақтасын. Мен еш бұл енді бағдарламаның аты асыл мұра ғой. Иә. Асыл мұрамыз бабалардан қалған. Сол әдет ғұрып, имандылық, салт, дәстүрді сақтану ғой. Енді сіз ең алғаш ас беруді осы Алматыдан бастадыңыз ба? Сіз 7 күн Түркістанда ас бердіңіз ғой. Сонда ең алғаш ас беру идеясы қалай туындады сізде? Бисмиллахиррахманиррахим. Мен өзі бұл Алланың сен үлкен сұрақтар бересің. Мен қазір еңіреп жылап кетуім мүмкін. Құдай сақтасын. Мен өзі басында аянмен жүреді. Бұны 85 жылдан бері мен намаздақ адам. 91 жылы 18 мамыр күні оны кейіннен білдік. Олжас ағамыздың туған күні екен, 55 күн. Алла тағаланың арқасында аттан бейбітшілік ұштап тұрды. 18 мамыр күні 91. 100 күні кейін бүгін Қазақстанды, Түркістанды осырып өтіп барып, полигонды жаптық қой. Қазақи үйім болып, семейный бады болып, 3 генералға қол қойдырып, 28-ші мамыр. Жоқ, мамыр күні туған күні, 100 күні кейін тамыз. Ролы 100 күні кейін жабық. Сол жерде аттаны жігіттері, семейный бады азат, жол тақсан бәріміз баяғы алаша, бабаларымыздың
ту тіккен жерінде ас беріп аян келді бізге. Сол 91 жыл бірінші рет ас бердіңіз. Семейде. Түркістанда қай жылы бердіңіз? Ал 92 жылы тоже мамыр айында аттаның жаңа 2 жылдығында бір жыл той өтті. Түркістан аянмен 100 мың адам өтті. Ona біреулер сұрақ береді, Амантайға ас береді, некеге барады, дүниетіге кетеді, кім ақша береді? Міне Түркістанда оны көтерген Алла Тағала менің бабамның ұрпақтары Тұрсынхан, ұлы жүз, шашқылы қатаған Тұрсынхан Ташкенттің хан болған, би болған Ташкенттің несі. Соның ұрпақтары Ғани Мұратбаев совхозы Қызыласка деген. Енді 10 мың қатағандар келіп, жалғыз қатағандар келіп өздері мен жаңа көтеріп, ту көтеріп, әкім қаттыға көмектесті өседі. Бұл Оралбай Әбдіретпен зор азамат бара. Ол аппарат түседі, ол бұлай ықыласымен телефон соғып, кедергі жасамаңдар, көмектеседі. Рахмет ой. Міне сөйтіп туысқандар көтеріп, халықты өзі көтеріп кетті. 100 мың адам өтті. Сонда неге Алла қолдап тұрғанын сезіп тұрмын. 7 күн қатарынан ас бердіңіз. 7 күн қатар. Кейін сіз Меккеде де 7 күн бердіңіз. Да оны бергені кейін аян алып, Меккеге де ас беру керек екен. Аян алып айналайын. Мен оны бірінші рет аян дегенде түс көресіз ғой енді. Да. Менің анам зор әулие болған. Анам марқұм мені Құттыбас аты. 7 ұл туған. Қоңыратта орта жүзі Түркібай деген батыр болған. Соны туған немересі, нағашы бабам ғой. 7 ұл туған, мен 7-ші ұлым. Ұл едім, анам қолымда қайтыс болды. Шардараға бүлік алып қойдық. Балам тасыма, сен неге шығасың? Сен аяғыңнан туған көресің. Сол апам айтқан бәрі келді. Өзі ту көтеру. Оның үлкен әжем менің, Найман Қабанбай батырдың туған немересі. Орта жүз нағашыларым. Әйелім кіші, мына Қарамұра тамалардың өзі. 7 қыз міне. Міне Құдайға шүкір, 12 немерем бар. Жаңағы басқа біз қазақ даспы ғой жаңағы. Мына ар қазақты қыз ана болсын, шаңырақ көтерсін, мата береміз. Мына жарты миллион қазақ қыздар далада жүр қазір. Шаңырақ көтермей. Қазір енді мен баяғы бастағанда Серік Абашақ рахмет, ұят болмас программада. Күлімет. Қазір бұл орыстардың Москваның программасы қазақ. Давай поженимся, ол жеңіл программа. А бұл жерде бата беріп, некесі қиып, ұзатып, баяғы атаман солдаттың жаңарды көріп қой. Сені қандай жаңа бұл енді болашақта жаңа айтып сол бабалар дәстүрі деп ше ерте кезде бірнеше әйел алған, олардың бәйбіше, тоқал деп әрқайсысына өзіне ат беріп, әрінің өзінің шаңырағы болғанда отау. Әйел емес, жұлдыз, қыз алған. Біреудің әйелін алып болмайды, әйелдегі басқа сөз. Бәйбіше, тоқал деген енді қыз алады ғой. Енді сіздің енді өмір бойғы арманыңыз. Енді сіздің де бір жаңағы тоқал алатын күніңіз де болатын шығар. Менің бәйбішем, Клара айналайын, қашан тоқал әкелесің деп отыр. Бәйбішем ғой. Ол бәйбішесіз батасыз болмайды. Әңгіме менде емес адам. Бұйырса онда көреміз. Менің негізгі бабам Асылбек атам, өзім бабам, атам менің. 115-ке келіп қайтыс болған, суға алып кеткен. Соның төртісі тоқалынан Ержеп әжем, Найман қыз еді айтты ғой. 99 деп қайтыс болды. Содан тарап отыр. Соның баласы Айбашын Қантемір міне, егіз туған. Асан Үсен. Міне Қантемірден жаңа Құлсыбасқа үйленіп, әкеміз 7 ұл туған. Соның арманы жаңа Асылбек атамның арманы ұлдар болу. Міне мен Құдайға шүкір 2 ұлым бар, 2 қызым бар. Бұйырса, мен қыздардан қорқатын мен емеспін. Жақсы, енді Алла қаласа енді бүгінгі бағдарламаның тұсаукесері ашылды жастар телеарнасында. Болашақта біз атастыру деген бағдарлама ашамыз. Сол кезде сізде мүмкін сол тілегіңіз қабыл болып қалар. Бүгінгі бағдарламамызды тәмамдаймыз. Өзіңіздің қандай тілегіңіз бар? Ал халқым, елім жерім, қазағым, Қазақстаным, дін исламна мұсылмандарым. Мына ел, отан, Қазақстан мемлекеті, қазақ халқының мемлекеті. Ол тек қазақ халқын деп отқан жоқ. Қанша бізде келген кезінде ата бабалар қандай қарсы алды. Мен мына қазіргі жағдайға бізге бейбітшілік керек айналайын. Тыныштықта бар бейбітшілік, ынтымақ керек, бірлік керек. Алла қолдаса, одан зор боламыз. 50 миллион
Söz bile bol, мәңгі bakış yaşay kırtıp, bunu soğan ben bata verip. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selam Resulina Muhammedin el ashabin ajmain. Sadakallahu ve dim. Subhanallah. Velhamdülillah. La ilahe illallah ve Allahu ekber. Allah verdi doluk Allahu ekber. Rabbena ve tena fi dünya ve akınna kadar nar. Subhanallah teygamber yedifun. Ve selamun aleyhi ve sellem. Hudayım Allah Teala alemde yaratkan Hazak yerinde, şehrimde, ana dilimizi, din İslam'ı fat verip, Kazak halkı 20 milyon, 100 milyon, her şangırak büyük olsun, her Kazak'ta kızı ana olsun, jigitleri ata olsun, 20 milyon, 100 milyon, мәңгі bakış yaşayıp, imadı memleket olsun. Asıl burada telekanalı kutlu olsun, şuna nege kıyım koy endi. O zaten şangırak,